Елі сайлаған ер азамат елінің үмітін ақтауы міндетті. Ассаламағалейкум қазақ. Енді кезінде біз 4 депутатты бүкіл қазақ халқы таниды. Ринат Зайытов, Дәулет Мұқаев, Мақсат Толықбай, Нартай Аралбай. Именно осы 4 депутатты біз өзіміз сайлағанбыз. Мен өз басым, жеке басым дауыс берген. Осы кісілерге сенгем. Енді бұл кісілер әрине жасап атқан жұмыстарын жасап жатыр, бірақ дегенмен де бұл кісілерге басқаларынан қарағанда именно осы кісілерге деген елдің үміті, халықтың үміті басқаша еді. Бірақ қазіргі уақытта кейбір мысалы үшін Асар баспана жобасы бойынша бұл кісілердің жаңағы бір пікірінің тұманды шығып жатқаны, кейбір сөздерінің күмәнді шығып жатқаны бізге ұнап атқан жоқ. Бұл кісілер қандай жағдай болсын, елінің сөзін сөйледі, қандай жағдай болсын, әділеттіктің тарапында деп біз есептегенбіз. Солай үміт артқанбыз. Құрметті досы, мен айтқан 4 бірдей депутат, әлі де уақыттарыңыз кеш емес, ештен кеш жақсы. Сіздерге ел назарын аударып отыр. Бүкіл халық сіздерді шын мәнінде сайлаған, халықтың шын мәнінде жаңағы дауыс берген осы 4 депутат. Сіздердің көздеріңіз халыққа деген дұрыс болу керек. Сіздер өздеріңіздің жаңағы публикацияларыңыздың, өздеріңіздің жаңағы сөздеріңізді жүргізе алатындығыңыздың деңгейінде жұмыс жасауларыңыз керек. Асар баспана жобасы ешкімге ешқандай зиян тигізіп жатқан жоқ, ешкімді алдап жатқан жоқ. Асар баспана жобасын тұтынушылардың ешқайсысы жәбірленуші емес. ДР тарапынан жаңағы Асар баспана жобасының тұтынушыларын қорғаудың қажеті жоқ. Керісінше жобаны бүкіл халық болып қолдап отыр. Егер қандай да бір жағдайда халық зардап шегетін болса, өздері жаңағы сіздер айтпай-ақ арыздарын жазып көшеге шығып кететін еді. Бірақ онда ешқандай жағдай болып жатқан жоқ. Осы жағдайға қатысты мына Дәулет Мұқаев мырза, біз сізге қаншама халық болып инстаграмыңызда 2 миллион подписчигіңіз бар. Қаншама халық астына жазып жатырмыз. Осы Асар баспана туралы айтыңызшы деп өтініп жатырмыз. Сіздер бізді игнор қылып жатсыздар, тыңдап жатқан жоқсыз, Дәулет Мұқаев. Неге? Себебі сіздің өзіңіз бір ЖК-ларды рекламировать етіп жүрсіз. Сіздің ЖК-ларыңыз өтпей қалады деп уайымдамаңыз. Бұл Асар баспанасы жобасы іске асатын болса, наоборот, халықтың әл-ауқаты жоғарылайды, алады, халықта ақшасы болады. Халықтың ақшасының барлығы сол Асар баспана жобасына қатысқан барлық халықтың ақшасы бұғатта қазір. Көбейіп, өсіп, күнделікті жаңағы тұрмыс тіршіліктері жақсарып қалған, көздері ашылған халықтың қазір көздері қайтадан жасқа толып жатыр. Осы назар Мақсат Толықбайдың бір берген сұхбатында лично өз басымен көрдім, тоже тұнық бұлыңғыр сөздері. Әділеттің тарапында болыңыздар. Халық сайлады, халық сіздерге аманатқа қиянат жасамаңыздар. Айтқым келетіні осы. Ринат Зайытов мырза кезінде айтыс ақыны болып жүрген уақытында 300-дің тағдырынан 3 қыздың тағдыры артық болды деп Назарбаевтың президент болып тұрған уақытында қорықпай сөйлеп жүрген ер азамат қазір не болды сізге? Әлде креслоның буы өтіп кетті ма? Сондықтан осы 4 аталған азаматқа халықтың үміті әлі де алда. Біз сенеміз халықтың үмітін ақтайтындарыңызға. Қазіргі уақытта мүмкін жұмыс жасауға уақыттарыңыз болып жатқан жоқ шығар, бірақ алдағы уақытта осында именно осы Асар жобасы, баспана жобасы туралы әділетсіздік көріп жатқан тараптарға өздеріңіздің позицияларыңызды білдіру керексіздер. Жаңағы азаматтық пікірлеріңізді білдіру керексіздер. Депутаттық сауалдарыңызды жолдауларыңыз керек. Өйткені сіздерді халық сайлады, халық сіздерге сенді. Басқаларын білмеймін, именно осы 4-еуі халықтың қалаулысыздар. Егер халықтың әлі де халықтың қалаулысы болып жүргілеріңіз келетін болса, халықтың сөзін, мұң-мұқтажын тыңдаңыздар. Жеткізетін жерге жеткізіңіздер. Халықты игнор қылуға ешкімнің правасы жоқ. Кез келген мемлекет орнындағы жұмыс істейтін азамат, президенттен бастап депутат, министр кім болса да оның барлығы халықтың қызметшісі ғана. Қазір керісінше заман отыр, халық солардың қызметшісі болып отыр. Осы жағдайды назарда ұстаңыздар, Алладан қорқыңыздар. Осы 4 бірдей депутат сіздерге біздің үмітіміз әлі бар. Үмітіміз әлі үзіле қойған жоқ. Үмітімізді тоқтай үзбеңіздер.